Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айзада. Бүгін мен сіздерге қазы айналдыру әдісін көрсететін боламын. Ең алдымен жылқы малының ішегін жақсылап жуып тазалап алатын боламыз. Одан кейін етті осындай ұзын шақты ішегіміздің көлемімен бірдей бөліктерге бөлеміз. Ет бізде қабырға еттері. Етті кескен кезде бір май, бір ет деп кесіңіздер. Ет менде тұздықта, қара бұрышта және чеснокта 2-3 сағат көлемінде тұрды. Сіздерде міндетті түрде тұз сеуіп, қара бұрыш сеуіп және де сарымсақпен 2-3 сағатқа қойып қойыңыздар. Ал және де бізге осындай тіс шұқығыш қажет болады. Онымен біз ішектің екі жақ шетін бекітетін боламыз. Алдымен ішектің бір жақ шетін дәл осы таяқшамызбен айналдырып отырып, дәл видеода көрсетілгендей бекітеміз жақсылап. Дәл осылай жақсылап бекітіңіздер, сонда қазыларыңызды пісірген кезде жарылмайды, ағаштарыңыз шығып кетпейтін болады. Достар, келесі видеода мен сіздерге холодец жасауды көрсететін боламын, сондықтан арнама тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Таяқшаны өткізгеннен кейін екі жақ шетін осылай сындырып қоямыз, біздің ішегімізді тесіп кетпес үшін. Ал енді етімізді нығыздап, ішекті ашып отырып, жақсылап салатын боламыз. Менің етімнің кішкене етек жағы жіңішкелеу болып кеткендіктен мен тағы да бір тілім ет қостым. Құрметті көрермендер, сіздер сондай-ақ менің арнамнан әсіптің жасалу жолын, құйрық майды ыстап пісірудің әдістерін көре аласыздар. Ол үшін менің арнамды ашып, видеолар бөліміне өтсеңіздер болғаны. Етті дәл осылай ептілікпен асықпай барлығын сыйғызып салып шығатын боламыз. Етті кескен кезде міндетті түрде ескеріңіздер, өте қалың қып кесіп қоймаңыздар, өйткені ішектің ішінде піскен кезде еттеріңіз ісінетін болады. Сол кезде қазыларыңыз жарылып кетпес үшін тығыздығын орташа етіп жасаған дұрыс. Қазыларыңыз тым тырсимауы да қажет, және де тым бос болып қалмауы да қажет. Енді ағаш таяқшамызбен ішектің екінші жағын дәл бірінші жағын бекіткендей айналдырып отырып бекітеміз. Қазының екі жағын бекіткен ағаш таяқшаларыңыздың түбінен жіппен байлап бекітіп қойсаңыздар да болады. Сонда ағаштарыңыз жылжымайды, морозильникте сақтағанда да кептіргенде де сол қапы тұратын болады. Қазыны сіздер сүрлеп көктемге дейін кептіріп сақтасаңыздар да болады, немесе тоңазытқышқа қойып свежий күйінде, яғни балғын күйінде сақтауға да болады. Алдағы видеоларда мен сіздерге дәл осы қазыны пісіріп көрсететін боламын, сондықтан менің арнамды видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Осымен біздің ұлттық тағамымыз қазы дайын. Сіздерге менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде пікір қалдырып, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, келесі видеоға дейін сау болыңыздар.